Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай абрикосовый немесе өрік қосылған бәліш пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, өз бағаларыңызды беруді сұраймын. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ол үшін ең алдымен бір ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз және үстінен қантымызды салып, миксермен немесе венчиктің вилканың көмегімен араластырамыз. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен майонез саламыз. Майонез болмаса майлы сметананы қолдансаңыздар да болады. Тағы да жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін үстінен міндетті түрде електен өткізіп ұнымызды саламыз, қопсытқышымызды салып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Достар, толық ингредиенттерін описание бөлімінде қалдырып кетемін. Массамыз аздап қою болады, солай болуы қажет. Формамыздың түбінен жақсылап май жағамыз, немесе пергамент төсеп, барлық массамызды құямыз. Одан кейін үстіне жуып тазаланған өріктерімізді екіге бөліп, одан кейін дәл видеодағыдай турап бетіне тізіп қойып шығатын боламыз. Бұл жерде сіздер өріктің орнына шабдалы қолдансаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Менің қолданған формамның диаметрі 26 сантиметр, яғни үлкен форманы таңдадым. Үлкен форманың жақсысы, сонда сіздердің пирогтарыңыздың бетінде жемістері көп болады. Ал егерде сіздер қалыңды қаласаңыздар, одан кішірек формаға құйсаңыздар болады. Бірақ формамыздың көлемі кішірек болғандықтан жемістеріміз азырақ қойылатын болады. Дайын болған пирогымызды 180-200 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде бетін қант ұнтағымен сәндеңіздер, сонда өте әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.